Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Сол үшін каналға тіркеліп қоямыз. Ал бүгін сіздермен овсянкадан жасалған өте дәмді печенье дайындаймыз. Ол үшін блендердің ыдысына 200 грамм овсянканы салып, блендермен ұнтақтап аламыз. Ыдысымызға 180 грамм жұмсақ сары майды салып аламыз да, оның үстіне 130 грамм құмшекерді салып, миксермен жақсылап араластырып алу қажет. Майдың үстіне бір дана жұмыртқаны салып, тағы да миксермен араластырамыз. Жарты шай қасық разрыхлитель және де жаңағы ұнтақтап алған овсянкамызды салып миксерлейміз. Ал енді 150 грамм ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Духовканың ыдысына пергамент қағазын төсеп алып, қалауларыңызға қарай печеньені осы қамырдан әртүрлі пішінде жасасаңыздар болады. Ал мен болсам осылай домалақ етіп алып, үстіне ақырын басып, домалақ пішінде печеньелар дайындадым. Қызып тұрған духовкада шамамен 200 градуста 25-30 минут аралығында пісіреміз. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеоның астына комментарий қалдырсаңыз, мен қуанышты болар едім.